Қанша ақша табатыныңыз маңызды емес. Ең маңыздысы қанша қалатыны, олардың қандай жұмыс жасайтыны және болашақта қанша ұрпағыңызға жететіні. Бай адамдардың ең үлкен сыры, олар байлықтың немен өлшенетінін біледі. Байлық ақшамен өлшенбейді, байлық уақытпен өлшенеді. Қаржылай екі мәселе бар. Бірі оның жетіспейтіні, екіншісі оның өте көптігі. Сіз қайсысын таңдар едіңіз? Мүмкіндіктер келеді, кетеді. Тез шешім қабылдау есе өте маңызды. Басқалар байқамағанда көре білу жетістікке жетудің негізгі кілті. Біз әдеттеріміздің құлымыз. Әдеттеріңізді өзгертіңіз және өміріңіз өзгереді. Әрбір адам қалағанын жасауға болады. Себебі оның қолдары, аяқтары, басы және аптасына 168 сағаты бар. Ең кедей, ең бейшара, ең бақытсыз, ең сәтсіз адам ертең сөзін көп қолданатын адам. Егер өзіңізді баймын деп есептемесеңіз, ешқашан бай бола алмайсыз. Ең бағалы байлық уақыт. Көбісі оны дұрыс пайдалана алмайды. Олар байларды байыту үшін көп еңбектенеді, бірақ өздерін бай ету үшін әрекет етпейді. Ақша бұл жай ғана идея. Мен зейнетақыма ақша жинаймын деп көп адамдар айтады, бірақ сирек адамдар мен зейнетақымды қамтамасыз ету үшін инвестиция жасаймын дейді. Тек оқу арқылы сіз көп нәрселерді үйренуіңіз мүмкін, бірақ кітап оқып, велосипед айдауды үйрене алмайсыз. Өзіңіз қалаған нәрсеге назарыңызды қаратыңыз, керекті нәрсеге емес. Ақымақтар ақшаны қоқысқа айналдырады, ал химиктер керісінше қоқысты ақшаға айналдырады. Бүгін мен бос уақытында жасаған жұмыстарымнан байып кеттім. Наданға ақша беріңіз, ол ойын-сауық кешін ұйымдастырады. Нағыз кәсіби инвестор үш нәрсені білуі керек. Нарыққа қашан кіруді, нарықтан қашан шығуды және ақшаны қалай алуды білуі керек. Өмір ақша мен уақыттың ойынынан тұрады. Бастыққа немесе ірі компанияға жұмыс істеу ақша мәселесін шешпейді. Қазіргі күндегі ең басты қатер әрекетсіздік. Сын адамды қарық етеді, ал талдау керісінше адамның көзін ашады. Актив табыс әкеледі, пассив сені кедей етеді. Ақылды адам өзінен де жетік адамды жалдайды. Кедейлік пен борышқор болудың айырмашылығы бар. Екіншісі уақытша болса, біріншісі өмір бойына. Бос уақытында тиімді пайдаланғанымның арқасында мен қазір баймын. Тамаша көлік пен үй сенің әлі жеткілікті бай немесе ақша табу икемінің мол екенін білдірмейді. Мені ақша қызықтырмайды немесе әңгіме ақшада емес деп кедей әкем айтатын, ал бай әкем ақша бұл билік деп өз пікірінен қайтпайтын. Тыңдау сөйлеуден маңызды. Егер бұл шындық болмағанда, біздің екі құлағымыз бен бір аузымыз болмас еді. Көп адам жаңа ойлар мен
мүмкіндіктерді тыңдап, сосын пайдасын асырудың орнына аузымен ойлап жағаласа береді. Сұрақ қоюдың орнына қарсы пікірін көп танытады. Ақшаға деген құмарлық бар жауыздықтың тамыры, кедей әке. Бар жауыздықтың тамыры ақшаның тапшылығы, бай әке. Үлгілі оқы, сосын беделді компанияда жұмыс істей аласың. Кедей әке. Үлгілі оқы, сосын беделді компанияны сатып аласың, бай әке. Мектептер сенімді жұмысшыларды дайындайды, жұмыс берушілерді емес. Ақша биліктің бір түрі, бірақ қаржы сауаты одан да құдіретті күш. Шөже, шөжені алыстан таниды. Тәуекелдің әркез алдынан шығатыны рас, одан қашқақтаудың орнына оны басқаруды үйренейік. Бір рет құламай сәби жүруді үйренбейді. Себебі біз жүруді құлай-құлай үйренеміз. Бизнестің жолы да солай. Неліктен қоғамның көп бөлігі ауқатты адамдардан тұрмайды? Себебі олар жеңілуден қорқады. Ал жеңіс тұғырынан көрінгендер жеңілістің дәмінде татқандар. Сәтсіздік ол жетістікке жетудің бір бөлігі. Сәтсіздікке жолағысы келмеген адамдар жетістікке де жете алмайды. Ақшаның құлы болуға да, биі болуға да болады.